жазудың ерекшеліктерімен танысу, шығармашыл ұстаздарға айналу. Авторлық бағдарлама жазудың қадамдары нақты мақсатты болуы, өзектілігін айқындау, нысанды толық анықтау, нәтижеге жету. Авторлық бағдарлама жазу үшін келесі сұрақтарға жауап береміз. Яғни авторлық бағдарлама не үшін қажет бізге? Авторлық бағдарлама кімдерге арналады? Тақырыбын қалай таңдаймыз? Мақсаттарын айқындай аламыз ба? Өзектілігін дәлелді түрде келтіре аламыз ба? Нәтижелері қандай болу керек? Бағдарламаны жаза алмаудың себептері. Біріншіден, қобалжудан, қорқыныш, сезімдіктің болуы, уақыттың жетіспеушілігі, математикалық білімдердің аздығы, авторлық бағдарламаны жазу қиын деген стереотипі, ақпараттық коммуникативтік технологиялардың дұрыс меңгермеуінен, авторлық бағдарлама жазудың талаптарын білмеуі, қазақ тіліндегі сапалы математикалық кітаптардың аздығы болып тұрады. Бізде менің авторлық бағдарламамның сағаты 34 сағаттан сыныбы 9 сыныптарға арналған. Яғни курстың менің мақсатым геометрия есептерін шешу барысында оқушылардың кеңістіктегі аналитикалық және логикалық ойлау қабілеттері мен есеп шығару дағдыларын қалыптастыру, жетілдіру. Планиметрия есептерін шешу барысында алған білімдерін өмірде пайдалану, яғни функционалдық және математикалық сауаттылықтарын арттыру. Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру кезінде күрделілігі жоғары деңгейлі есептерді оңтайлы шешу әдістерімен үйретіп, функционалдық сауаттылыққа қатысты есептерді шығару барысында білім деңгейлерін жетілдіру мен тереңдету. Ұлттық бірыңғай тестілеу мен геометрия пәні бойынша қорытынды аттестациялау емтихандарында оқушыларды дайындау. Планиметрия есептерін шешу практикумдық курстың міндеті, яғни геометриялық есептерді шешу барысында оқушылардың аналитикалық, логикалық және кеңістіктің ойлау қабілеттерін қалыптастыра отырып дамыту. Графикалық мәдениетті қалыптастыру. Геометрия пәні бойынша білімдерін тереңдету. Стандартты емес есептерді шығара білу. Топта жұмыс істеудің, өзіндік жұмыстың коммуникативтік және жалпы оқу дағдыларын пікірталас жүргізу, жауаптарды дәлелдеу дағдыларын дамыту. Күтілетін нәтиже бізде оқушылардың, кішкене айтып өтейін, оқушылар планиметриялық есептерді әртүрлі тәсілдер арқылы шығара біледі. Есептердің шартына сай сызбаларын сызып, теңдеулер мен теңдеулер жүйелерін құрып, тиімді тәсілдерін және есеп шешімінің алгоритмін таңдай алады. Оқушылардың аналитикалық және логикалық құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту. Оқушылар аралас комбинацияға қатысты есептерді шығаруды үйренеді. Стандартты емес есептерді шығаруды дағдыланады. Түсініктеме хаты бізде бірінші авторлық бағдарлама құрылымы бірінші түсініктеме хат болады. Сосын мазмұндық бөлімі, нормативтік бөлімі, авторлық әдістемелік бөлімі, оқытудың ұйымдастыруға арналған нұсқаулар, мұғалім мен оқушыларға арналған әдебиеттер тізімі. Бірінші авторлық бағдарлама құрылымы түсініктеме хат жазудың ненен ескеру қажет? Бірінші сұраныс болу керек, ресурстардың болуы керек, бағдарлама жазудың себептері, мақсат пен міндеттері мен күтілетін нәтижелері қандай болу керек? Сол бізде. Енді тақырып, авторлық бағдарлама құрылымы тақырыпты қалай таңдаймыз? Тақырып қысқа әрі нақты болу керек, қызығушылықты ояту керек балалардың. Тақырыптан негізгі мәселе көрсетілуі тиіс. Тақырыпта таңдау барысында әдемі сөз баптаулары болуы тиіс. Тақырып жас ерекшеліктеріне қарай сай болуы керек. Енді авторлық бағдарлама құрылымы, яғни мазмұндық бөлімі менде, яғни бірінші бөлімі 8 сағаттан тұрады, екінші бөлімі 8 сағаттан, үшінші бөлімі 10 сағаттан, төртінші бөлімі 8 сағаттан тұрады. Авторлық бағдарлама құрылымы, яғни ақпараттық әдістемелік бөлімі критериалды бағалау жүйесі нақтыланады. Жүйелік, дәйектілік, объективтілік, ашықтық, өзектілік, шынайылық принциптері басым болу керек. Екінші жағдай, қалыптастырушы бағалау оқушылардың білімдерін күнделікті бағалау, жиынтық бағалау оқушылар тарау бойынша білім деңгейлерін анықтау. Яғни мен бір кішкене болса контекст тапсырмалар дайындадым. Үшбұрыштарды шешу бөлім бойынша жиынтық бағалау, яғни контекстілік тапсырмалар. Ол жерде бізде үшбұрыштың боялған бөлігін табу, үшбұрыштың ауданын табу, үшбұрышқа сырттай және іште сызылған шеңберлердің радиусын табу және барлық үшбұрыштың синусы мен косинусын табуға есептері жазылған. Авторлық әдістемелік нұсқаулар бөлімі. Авторлық бағдарламаны бағалау, яғни бірінші жобалық талаптарға сәйкестігі, материалмен қамтамасыз ету сапасы, бағдарламаның жаңашылдығы мен оқыту әдістері,
Әдістемелік ұсыныстардың болуы, мазмұнның толықтығы, ынталандыру әлеуеті, материалды таңдау ұстанымдары, дағдылардың негіздер, ресурспен қамтамасыз ету пәнаралық байланыстың болуы. Яғни біздің авторлық бағдарламаның бағалау критерийлері осыған жатады екен. Ал мен тыңдағандарыңызға рахмет. Енді екінші әріптесіме берейін. Саламатсыздар ма? Мені